Құдай. Ал бүгінгі сабаққа қатысыздар ма? Бүгін бізде міне 3-ші сабақ. Енді бүгінгі сабақты сіздерге көрсету үшін компьютерімді дайындап қойдым. Енді былай істейік, мен сіздерге қазір соны түсіндіріп айтамын. Бірінші, бүгінгі өтетін біздің Learning Apps-тың уақыт сызығы деген несін ашамыз. Кірген адамдар болсаңыздар, көрген адам болсаңыздар, лайк баса беріңіздер. Қалдарыңыз қалай? Ал бүгін бізде Learning Apps программасының 3-ші сабағын көрсетейін, платформасын. Бірінші сабаққа қарасаңыздар, бірінші сабақта тіркелуден бастап көрсеткенмін. Екінші сабағында сәйкестендіру, найти пару дегенді көрсеткем. Үшіншісінде классификация, яғни топтыру дегенді көрсеткем. Енді бүгін бізде хронологическая линейка дейді, яғни оның ішінде не? Уақыт сызығы деп атап алдық, қазақша аудардым. Сіздер отырсаңыздар, мен лайк басарыңыздар. Енді қараңыздар, мені Learning Apps дейсіздер, тіркелесіздер. Міне жерге мен тіркелдім, міне менің аты жөнім тұр. Жүнісбекова Бақытгүл Қалиевна деп тұр. Енді қараңыздар, біз кеше бірінші сабақты найти пару дегенді көрсеткенбіз, классификация дегенді көрсеттім. Енді бүгінгі 3-ші сабақ хронологиялық линейка, яғни уақыт сызығы деген нені ашамыз. Сіздер мені қолдап, маған лайк басып отырыңыздар. Блокнот дәптері алып, жазып отырсаңыздар да болады. Мен осы жасаған немді, видеомды неге TikTok-қа салып отырам. Енді көбісі айтады, неге TikTok, неге YouTube-қа салмайсыз деген сияқтылар болып сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Бұл жерде қазіргі неде көбісі TikTok-та отырады. Сол себепті мен сабағымды осы TikTok-тан бастайын деп тұрмын. Енді кеттік, қараңыздар. Новое упражнение дегенді басамыз, яғни жаңа жаттығу ғой, новое упражнение, соны басамыз, мына қараңыздар. Содан кейін, оны басқан кейін, мына жерде хронологический линейка дегенді бастық. Енді хронологиялық линейка дегенді бассақ, 3 түрлерін көрсетіп тұр. Мына жерде енді жаңағы математикаға байланысты фигура подряд, возрастный жаңа сандарды, фигураларды өсу ретімен ауданына сәйкестендіріп қойды. Орыс тілінде қазақ тілге аударуға болады. Енді келесі за гранью масла, установите подряд действия случайно за гранью масла дейді. Мынау жол қауіпсіздікке байланыстырған. Сіздер осыны алып, өздеріңіздің жаңа қазақ тілінде аударып жасамасаңыздар да болады. Енді басқа тілде жасаған. Енді қазір тура осы сияқты примерлерді аламыз. Создать новое упражнение дегенді басамыз. Міне. Енді мына жерде мен ол үшін бұл жұмысты байсамыз. Мен ChatGPT-ді алып отырмын. ChatGPT-ге мен жаздым. Қараңыздар. Көбелектің даму кезеңдері деген бойынша жаңағы ойын құрастырайық. Бұл енді биологияға да байланысты ғой көбінде. Соны бүгін біз биолог болайық. Ойын атауы көбелектің даму кезеңдері дейді. Міне, қараңыздар.
ұнап жатса лайк басып отырыңыздар. Мен даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұрса плюс қойыңыздар. Қараңыздар енді. Бірінші қараңыздар жұмыртқа, екіншісі жұлдыз құрт, үшіншісі қуыршақ, өсі көйлек болып тұр. Қазір соны ретімен қоямыз. Сый. Дейікші. Сохранить көрік не дейді екен. Енді жазамыз мына жерге. ChatGPT-ге уақыт сызығы деп. Енді қараңыздар, көбелектің даму кезеңі. Рендемесеңдер мен экранымды бір сүріп аламын ғой деймін. Сіздерге анық көріну үшін экраным жылтырап тұрады енді. Ал енді қараңыздар, көбелектің даму кезеңі дегенді алдым. ChatGPT-ден көшіріп аламын да. Жаңағы лөрне апысқа название не указано деп тұр, соның орнына көбелектің даму кезеңі деп жаздық. Енді не істейді бала? Берілген суретті мұқият қарап шығып, көбелектің даму кезеңдерін ең алғашқы кезеңнен бастап соңғы кезеңге дейін дұрыс ретпен орналастырады. Мына жерге жазымыз осы нені шарттын. Енді бұл жерде бірден бастап 4 кезең қоя, 4 деген санды қоямыз, яғни реті. Бірінші қайсы, екінші қайсы деп. Енді қараңыз, бірінші көбелектің даму кезеңі бойынша ең алғашқы кезең дейді. Бұлай істейсіздер. Бірінші мен бұлай сурет жасап алдым. Бұл суретті мен Gemini'ден жасадым. Өйткені Gemini'де көп деген жаңағы нені береді. Суретті жақсы жасайды Gemini'де бір жағынан. Көп деген жаңағы ақпараттарды осы неден жақсы етеді. ChatGPT-ға салуға болады. ChatGPT-де көбінде мәтін түрінде, сурет түрінде де алуға болады. Жақсы жасайды суретті, бірақ ұзақ күтіп қаласын етесін. Gemini'де ондай ұзақ деген нәрсе жоқ. Мен оны қалай істедім? Міне көбелектің даму кезеңі дедім да, көбелекке суретке промпт жаса дедім. Көбелектің даму кезеңі жұмыртқа, қуыршақ көбелектің промпт. Бүгін біз биолог болып отырмыз. Міне жұмыртқа дегеннен кейін мына промптты бізге ағылшын тілінде жазды. Осы ағылшын тіліндегіні көшіріп аламын да, жаңағы Gemini'ге салам. Міне қараңыздар, міне Gemini'ге салғандағы міне маған шығарып берген суретім жұмыртқа ғой. Мынаны алам. Мен кеше сіздерге айтқан жүктеп алуды, мына жерде мынандай стрелка дейміз ғой. Осы стрелканы басасыздар, міне. Жүктеп аламыз. Скачанное изображение деп тұр. Енді жаңағы екіншіде бізде не деп тұр? Жұлдыз құрттың суретін. Жұлдыз құрттың жаңағы промптын әкеп, тура осының астына сала береміз. Өйткені сағанда қарасаңыздар, бір фонда, бір суретке, бірнеше не болады. Міне мынандай бағыты тұр стрелка. Осы стрелканы басып, келесі екіншіде жүктеп аламыз суретті. Енді үшінші қуыршақ деген несін алдық, промптын алдық. Жаңағы ChatGPT-ден алдық та промптты. Gemini'ге салдық, қараңыздар. Бұл жер қуыршақтың, көбелектің қуыршақ бейнесін қойдық. Енді үшінші суретте, міне көбелектің ең соңғы даму кезеңі 4. Енді лөрне апысты жаңағы бірден бастап 4 сынды қойып шығамыз. Қараңыз. Элементы деп тұр, мына жерге картинки дегенді басамыз. Кешегідегі үйреткенімдей картинканы басасыздар. Біз енді қараңыздар, ссылкадан алмаймыз. Біз мына жерден аламыз. Потяните картинку суда или нажмите здесь деп тұр. Осыны басамыз. Осыны басамызда, мына жаңағы жүктеп алғандарды загрузкидан табамыз. Бірінші мынау сурет болған. Ставить. Қазір қараңыздар, қойылады бұл.
кейбір кезде мына суреттер қойылмай памяті көп болып жатса, конвертировать етіп жасауға болады. Міне мынау. Подсказка ретінде жаңағы нені жазып қояқ, иә? Атын дедік қой. Яғни бұл жұмыртқа. Жұмыртқа алайық. Подсказка деген жерге жұмыртқа деп қояқ, міне. Келесі добавить следующий элемент дейміз, екінші элементті қоямыз. Оценка дегенге бірді қоямыз, бірінші сан ғой. Мына екінші реті деген сөз. Өйткені максимум 1 деген минимум, максимум 4. Яғни бізде тапсырма мынандай болып тұр. Берілген суреттерді мұқият қарап шық, көбелектің даму кезеңдерін ең алғашқы кезеңнен бастап, соңғы кезеңге дейін қойып шық дейді. Лайк басып отырыңыздар. Енді қараңыздар, мына жерде картинки деймін да, келесі потяните картинку дегенді басамында екінші суретті алам. Міне. Ол шығады, күтеміз, кішкене күтіп. Өйткені толық шыққаннан кейін барып келесі жұмысты бастаймыз. Міне, қарасаңыздар, міне сурет жаңағы тұр. Жүктелген суреттер шығып тұр. Екіншісінде бізде не деп тұр? Жұлдыз құрт. Міне, жұлдыз құрт дегенді көшіріп аламыз да. Міне. Көшіріп алып, міне, апсасамыз. Бұл екіншісі. Следующий элемент деймізде бізде қуыршақ жасаймыз, иә? Лерне апсаң ішінде картинки дегенді басамыз, потяните картинки. Қуыршақны үшінші сурет. Открыть еп, міне, мынаған саламыз. Түсінсіздер ма? Түсінсеңіздер, айтыңыздар, түсінбей қалсаңыздар тағы. Енді міне үшіншіні салдық. Бұл жерге 3 деген санды қоямыз. Бұл үшінші ретімен шығады. Енді ол қуыршақ деген сөзі көшіріп аламыз. Копировать етіп, мына жерге саламыз подсказки деп. Добавить следующий элемент дейміз да. Следующий енді көбелектің өзі, ең соңғысы көбелек болып шығады. Міне, картинки дегенді басамыз. Потяните картинку деген кезде, міне соңғысы бізде көбелек. Ставить етеміз. Сіздерге көрініп тұрма, барлығы дұрыс болып тұрма. Лайк басып отырыңыздар. Нәтиже көбелек деген сөз бұл үшінші. Енді қараңыздар дейді. Показать подсказки по решению дейді. Я орындалып болғаннан кейін. Отлично, ты справилась с заданием деген перевод ала салайық. Осы қазақша қалдасын. ChatGPT қазақша дейсің.